тамақ істеу басталды ғой. Navruz басталып кетті, көрдің бе? Өмірде бірге әйелде 8 март не? Жеңгелеріме праздник істеп жатырмын. Жас болатында Бізге қызды көрсетіңдер. Қыз қайда деп құдалыққа келіп тұрды. Енді мына жердегі өзіміздің достардың атынан келіншектеріміздің 8 мартына, 8 наурызына арналған кешіміз мерекелік дастарханға қош келдіңіздер, құрметті жеңешелер деп, әйеліңе жеңеше деп тұрсаң. В общем, тосын сыйымыз бар ғой сендерге. Енді өкінішке орай біздің Бақтияр досымыздың келіншегі жұмыстан босай алмай қалды. Жаңа өзіме жеке сөйлесіп ем. Мен оның қасында жүруге ұяламын деді. Ойнап айтамын. Бірақ мен таңғалғаным мықты келіншек екен, Бақтиярдың келіншегі. Неге? Өзінің 8 баласына ми ашымай садиктегі 45 бала қарап жүрген таңғалдым. Айтпақшы, келіншегі балабақшада жұмыс істейді. Так, жалғастың келіншегі Гүлжанат. Будан келіншегі Шаттық. Дәуреннің келіншегі Жақсыгүл, мен келіншегім Нұргүл. Ал жеңге, ағалардың сюрпризі ұнады ма? Иә, керемет тосын сый ұнап жатыр. Таңертеңнен бері, жеттен бері ушу жүргі ұрысып керісіп бір-бірімен. Иә, бізге айтқан жоқ, осындай жаққа барамыз, бүйтеміз деп. Жаңа хабардар болып осы келіп тұрған жайымыз бар. Жалғас ағамен қалай таныстыңыз, соны айтып беріңізші, қысқа нұсқа. Жалғаспен ең бірінші танысқан кезіміз Тереңөзекте Рахат деген кафе бар тұғын. Сонда біз класстастармен өзіміз отырған болатынбыз. Ол Нұржан деген досымен келген болатын. Сол жерде танысып кеттік. Нұржанның жүрген қызы менің класстасым тұғын. Сол менің подружкаме келіп тұрған. Жалғас ағаның бойынан ұнайтын үш қасиетін айтып беріңізші. Жәкеңнің ұнайтын ер мінезділігі, сосын өтірік айтпайтындылығы, шындықпен жүреді. Сосын өте еңбекқор, адал, бастысы. Соңғы рет гүл қашан сыйлады? Гүл жиі сыйлай ма негізі? Гүлді кеше ғана 8 март күні сыйлады. Бүгін міне сыйлап тұр ма? Бүгін сыйлап тұр, иә. Болды, рахмет. Ал Нұргүл жеңге, қалай қанат ағалардың сюрпризін ұнады ма? Әрине, ондай сюрприз күтпедік. Күтпедіңіздер ма? Жылда күтпейміз ғой. Енді олардың есі келіп жатқан сияқты негізі. Әйелдерін бағалап Иә, енді бағалап, естерін енді жиып жатқан сияқты. Жастар 40-қа келді ғой биыл. Қанат ағамен қалай таныстыңыздар, айтып беріңізші. Қысқа нұсқа айтсам, негізі мені сіңілім айтқан болатын. Бұл кезде КВН ойнайды, мен танымаймын даже. Дискіні біз Түркістан қаласынан сатып әкеліп, үйден көріп отқан болатынбыз. Сосын сестренкам маған прикол ұстады. Мен еще айта бергенмін, мына баланың түрі онша емес, бірақ күшті ойнайды екен деп ше. Сол кезде сестренкам, сен осыған үйленіп кетсеңші деді ғой. Қумашы дегенміз ғой. Сол кезде періштелер әумин деді ма, солай кездестірді ғой бізді. Қанат ағаның бойында ұнайтын үш қасиетті айтыңызшы. Біріншіден адамгершілігі бар. Екіншіден отбасына өте мейірімді, отбасын бірінші орынға қоятын нағыз ер азамат. Сол себепті бағалаймын. Краш әдемі? Краш деп айта алмаймын. Бірден айтайын. Краш болса мен қызғанып жүретін сияқтымын, артынан қалмай ше. Краш болмағаны шүкір деймін ғой. Дәурен ағамен қалай таныстыңыздар? Дәурен ағамен Астанада таныстым. Екеуміз де сол жақта жұмыс істедік. Құрылыс несінде таныстық.
Астанадағы керуен деген салынған ғой. Қазір кинотеатр. Соны сол жерде екеуміз жұмыс істегенбіз. Сіз қай жақтыкысыз? Мен Қызылорданыкымын. Тоже Қызылорда. Қызылорда таныспай Астанада таныстым. Именно сол Астанада танысып, Астанадан бірге келдік қой. Дәурен ағаның бойынан ұнайтын 3 қасиет айтыңызшы. Дәурен ағаның бойынан ұнайтын 3 қасиет, оның бірінші қасиеті, оның ақ көңілдігі. Өте ақ көңіл. Сонысын айт. Сосын екінші қасиеті еңбекқорлығы. И адалдығы. Қалай бүгінгі жеңге сюрприз ұнады ма? Қалай болды ағалардың дайындығы? Күтпеген жағдай. Күтпедіңіздер ма? Күткен жоқпыз, керемет, жұмыстан келіп едім. Жүр деп алып шықты. Қалай таныстыңыздар жалпы? Нұрлан ағаңызбен құдалықта таныстық. Негізі ол менің құда балам. Екеуміз бір құдалыққа барып қалып, сол жерде таныстық. Құдашасын жұбай қылып алған ғой, жақсы көріп, иә? Құдашадан құр қалмайын деген шығар. Нұрлан ағаның бойы ұнайтын 3 қасиетті айтыңызшы бойында. Бойынан ба? Шыншылдығы. Сосын жылдам шешім қабылдайды. Барды бар, жоқты жоқ деп айтады. Сосын білмеймін. Әзілі. Әзілі? Иә, әзілі. Болды. Әдемілігі, сұлулығы? Сұлуынан жылуы дейді ғой. Ағалар, жеңгелерден интервью алып қоятын, сөйлесіп ше. Сіздерді вообще әдемі емес дейді ғой. Краш па десем, қой жоқ дейді. Жалыққан шығар. Жалыққан шығар. Жалыққан? Қандай вариант бар? Менің келіншегім айта ма? Айтты сөйтіп. Краш емес. Бүкіл онда неге маған үйленді екен? 4 бала толып отыр осы тұрғанда. Сол кезде краш болған шығарсыз? Қазір де крашпын мен. Енді ол действительно мына енді жалғас красавчик болды. Буда бұйра шашты болды. Дәурен мықты жігіт болды. Мынасын түсінбедім, бірақ енді мен Бақтияр екеуміз, Бақая екеуміз действительно албастылау болдық. Енді оны түсінуге болады. Мен қазір қайта шамалы толып, дұрыс болғаным шығар. Әйтпесе мына үшеуі жас кезінде аналар құлайтындай болды. Жеңгелер не айтса да бүгін жарасады, 8 март мерекесі ғой. Әңгімесі ашық не алды? Ашық айтқанда өте қатты жақсы көреміз дейді, өте қатты. Бірақ әдемі емес дейді, жылулығынан сұлулығы дейді ғой. Бүгінгі күнді айтып тұрған қайсысы керек сонда? Бүгінгі күн ұнады. Бүгінгі күнді айтып тұрған шығар деймін, келіншектер. Ұрат сияқты саған қазір. Осы айтпақшы ше, далада жел болып тұр неше күннен бері. Бәкең айтып тұрған шығар. Шешесі тасташы. Менің әйелім не қылды ал? Сіздер кім? Мен сүйем дей ма? Сүйем, жақсы көрем дейді. Мен де сүйем. Сүйем. Сырласу орасына кіргіз. Ағалар пісті ма? 4 сағат өтті ау. Пісті, ашамыз. Бұйырса, ашамыз кәні әр түр, былай тұр. Аяқ күйіп қалмасын. Ровно 4 сағат өтті ғой, иә? Болды, құдай қаласа. Мұны ыстық емес па? Болды. На екі аяқ қарайса піскен. Ұстандар жетен, бар құлбақ бұш. Бісмілі. Қолдар күйіп қалмасын. Уай бе. Брусияға тартылып отқан қой сияқты. Плосковский внимание, вилкамен без пане. Сәл шыдаңдар, сабыр жігіттер. Асықпаңдар. На, таста. Қанеке қалай өтті? Тушонка ма? Осы жерде дәмін бір сразу көру керек қой, иә? Болды. Қанекең класстастарымен міне. Қанеке? Қана. Ойба жүрміз. Сәл ұялмады, Мұш. Ағай қой жаурайды ғой, ағай не істеп жатсыздар? Аға. Уа. Тамаша. Әдем ма? Бош. Шыны өлетін болды. Піскен ба тұрар? Болды, олай болса енді мынаны бұзып. Иә, бұзып. Анаяқа дастарханға қойып. Жеңгелерде жегісі келіп отыр. Ағалар. Асқа жерде бас бар дейді. Қойдың басы кесіп. Қойды арнайы сіздерге дайындап отқан аға жеңгелер. Бірінші біз ақылдаспай жұмыс істейміз деп шештік бүгін. Ақылдаспай. Ендеше қызметтеріңізде болайын жеңге. Арнайы Алматыдан келдім. Даяшы қызметінен тек беріп отырайын. Кім неден алатынын айтып отырсаңыздар.
бұл да адам Закуска көп екен бізде. Сіздердің официанттарыңыз. Жеңге, қалай ұнап ма? Керемет. Күшті. Қой пісіп па? Піскен. Дәмі деген Таиланд еске түсіріп тұр. Әне соус құйып беріп жатыр. Романтиктар өзі. Кешірім сұраймыз. Қалай капризный емес па қалар? анау біреу тәкаппарлау екен, бір-екеу тәкаппарлау қонақтар отыр. Міне мейірімді қонақтар, міне өздері жеп. Жеңгелеріміз вообще красавица екен. Ақылдаспай жұмыс істей береміз дей ма? Көтеріліп бара жатыр қандай. Жеңгелеріміз кезінде алданып қалған сияқты ағаларымызға деп ойлаймын. Бұндай красавицалар мен ойлаймын алданып қалды деп ойлаймын. Бірақ ағаларымыз да достойны ғой. Кәдімгідей қасқыр мінезді кісілер. Үйде жеңгең, сәкен, ау, жеңгем, ойба, красавица. Мен айтамын да, жеңгелеріміз кезінде алданып қалған ба, ағаларымыз краш болған ба деп. Аға, сізді ең добрый дейді ғой. Кім? Жан. Жан. Арандар. Даяршы қайда? Не арқа? Сен ба кел давай ма? Тұрды. Лаксы, тарелки, закуска дайын. Кес, қой. Ренжіп отыр, халалма не деп. Мейрамдарыңмен ал! Мейрамдарыңмен! Ау, 84-тер. 84-тер! Құрметті Қанат аға, біріншіден шақыртуыңызға рахмет. Сіздермен бірге осындай бүгінгі күнде осы Қалжан Ақылма ауылында отырғаныма қуаныштымын. Мерекелеріңізбен құрметті жеңшелер, жеңгелер, әпкелер, мен сіздерді қатты құрметтеймін, және де сіздердің жолдастарыңыз қалай құрметтейтінін көріп тұрсыздар, енді өздеріңіз. Келесі ән тек сіздердің құрметтеріңізге. Қазір енді ағаларды, жеңшелерімізді белый танцке шақыруға болады. Сіздердің құрметтеріңізге осы бір ән. Ерекше шақырды. Кім қалай ерекше шақырады екен қара. Міне қараш қалай шақырды. Міне нақсын қара. Ойбай, аға. Не деген романтика ол. Кетті. Ағамыз қалай шақырады екен, креативін ал. Қанат ағаны көрейік. Ұрсық қаған екен, ұрсық қаған. Анекта отырамын, мен шақырып. Соңғы рет вальс қашан биледіңіздер? Өзінің 40 жасында. Мен бір жыл бұрын билеген болып тұр қой, 41-демін. Бірақ анау тиктокта қатты тараған екеуіңіздің выходыңыз бар ғой. Стиль таза қыз бар. Ол кезде жеңгең мас. Вандалмаған бөкіт қой, Жеңге қалай болып жатыр? Ұнап жатыр ма? өздері мейрамдарын тойлап жатқан сияқты. Сіздерге внимание жоқ па? Қалай? Күшті. Жеңге қалай ұнап жатыр ма? Керемет. Бізде құрметті достар, официант та билейді. Әйеліме билейін деп жатырмын. Қазақсың, мен қазақ, екеуміз де қазақпыз. Сен ұяларсың қазақтан, құтыларсың қазақтан. Мен жүрген жерімде андай тазалап жүретін адаммын ғой. Құтыларсың қазақтан. Халал деп қояды. Халал дейді жүр ғой. Я? Мына жер. Я, просто маған минут сайын келіп халал деп айта береді. Халал емес екенін білдіріп қоямын ба?